армысыздар ағайындар, құрметті қадірлі құрылтай жиналған делегаттар. Біз осы құрылтайда Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 15 шілдедегі нөмірі 344, 2 және 2005 жылғы 333 нөмір 3, 2005 жылғы 8 шілдедегі нөмір 673 заңдарымен енгізілген өзгерістерге сүйене отырып, тіркелмеген халық үкімет партиясымен қосылғалы отырмыз. Соған орай сөз белгілі ақын, қоғам қайраткері, тіркелмеген халық үкімет партиясының төрағасы Мұхтар Шахановқа беріледі. Ұрықтастар, біз осыдан 4,5 жыл бұрын халық рухы деген демократиялық партия құрдық. Партияның құрамында 23 ұлттың өкілі бар еді. Бұл партияның құрылу себебі сол кезеңде Қазақстандық ұлт мәселесі алға шыққан болатын. Қазақстандық ұлт өзінің бастауын американдық ұлттан алады. Яғни бәріміз бір болуымыз керек. Онда ұлттық салт сана, дәстүр барлығы жайына кетеді. Қазақтың тілі, қазақтың ұлты жайына кетеді. Егер оған енгенімізде мен қазақпын, мен орыспын, мен өзбекпін, мен ұйғырмын деп айтсаңыз жауапқа тартылатын едіңіз. Міне, соған біз қарсы бас көтердік. Сол кезеңде халық рухы партиясын бірлесіп құрдық. Партияның құрамына 100 мыңнан астам адам енді. Оның 60 мыңның құжатын біз билікке өткіздік. Міне 4,5 жылды. 30 ретке жуық билікке. Хат жаздық. Бірақ күні бүгінге дейін тексеріп жатыр. Оны тексеріп бітетін түр жоқ. Әлі де мүмкін 10 жыл тексеретін жатыр. Бұл не? Бұл біздің елімізде демократияның пұшпағы да жоқ деген сөз. Ал міне содан біз сол партияның қолдауыменен кейін арнайы аштық жариядық Қазақстандық ұлтқа. Бізді қолдап республиканың тұсынан 4 мыңнан астам адам аштық жариялайтын болды. Мынау біздің ортамызда отырған біздің халқымыздың ұлы қаламгері, классик жазушысы Әбдіжәміл Нұрпейісовтен бастап, Асаналы Әшімовтен бастап, қаншама қазақтың нарқасқа перзенттері бізді қолдады. Олардың ішінде осында отырған Медетбек, Темірхан Медетбек, Собыс Сматаев болды, Мереке Құлкенов, жалпы осында отырған жігіттердің барлығы сол кезде бізбен бірге азаматтық мінез көрсетті. Ал енді содан билік амалсыздан өзінің райынан қайтты. Егер біз сол кезде үн көтермегенде, сол кезде Руханият партиясы үн көтермегенде, барлықтарыңыз осы кезде Қазақстандық ұлттың құрамында болар едіңіздер. Сонда қазақтың мектептері де болмайтын еді, салт санасы, дәстүр барлығы шегізіске түседі. Қазақстандағы барлық ұлттар осындай бейшара жағдайға келер еді. Міне, ал енді сол руханиятқа ұлтшыл деген атақ тақты. Яғни біз қазір елді ұлттық мүддені көтерсек, біз ұлтшылмыз. Біз ұлтшыл дегеніміз не? Ұлтшыл тек өзінің ұлтын ойлайтын адам. Яғни өзінің ұлтын басқа ұлттардан биік қоятын адам деп айтады ұлтшыл деп.
Ал біз қай кезде қазақ ұлтын басқа ұлттардан биік қойдық? Біз бар болғаны мынау қазақтың тілінің мүшкіл халін көтердік. Басқа да шегініске түскен елдік ұлттық мүдделерді көтердік. Ал енді осындай мінез көрсетсе, Ресейдің адамдарының барлығы Путиннен бастап бәрі патриот. Ал біз шегініске түскен еліміздің, ұлтымыздың халін айтсақ, біз ұлтшылмыз. Міне осындай жағдайға келдік, тақ болды. Сондықтан мына біз енді тіркелмегеннен кейін сайлауға қатыса алмаймыз. Сайлауға тағы бұл арада бір мәселе бар. Маған биліктің бір тиынға керегі жоқ. Бізге тек елдік ұлттық мүддені қалпына келтіру, шегініске түскен басқа да рухани құндылықтарды қалпына келтіру. Міне сол үшін ғана мына біз сайлауға түскелі отырмыз. Сөйтіп, мына Руханият партиясымен бірлестік. Руханият партиясының басшысы, төрағасы, мына Серікжан Мамбеталин бізбен бірге, көп күрестерде бізбен бірге келе жатыр. Ал өткенде көрдіңіздер, тіл жөнінде үлкен айтыс болды. Сол айтыста мынау Әбжәміл Нұрпейісов ағамыздан бастап бәрі қолдады бізді. Ал енді сол кезде көп адамдар тіптен қол қойып қойса да, ойбай мен байқамай қойыппын, әйтпесе мынандай жоқ еді, мынандай жер жоқ еді деген сылтауға көшті. Міне сол кезде бұл азаматтық мінез көрсетті. Солардың көпшілігін орнына қойды. Баспасөзде мақала жазды. Өзінің пікірін айтты. Яғни елдік ұлттық мүддеге жан ауыратын жігіт. Сондықтан мына мені басқа партиялардан шақырды. Басқа партиялар шақырды. Бірақ мен осы партияға енгенді дұрыс көрдім. Енді біз бірлесіп қимылдауымыз керек. Содан кейін тағы бір мәселені айта кету керек. Бір газеттер жазып жатыр, ойбай Шақанов осы партияның төрағасы болады екен, немесе тек төраға болады екен деп. Қазір біз мынау Руханият партиясы тіркелген. Егер оған титтей өзгеріс енгізсек, яғни мен тек төраға болып барсам, онда мына партияны тіркеуді тоқтатады. Қайтадан тіркелу керек. Сол үшін мына Серікжанның өзі басқара береді, біз басқа салаларды көтереміз. Кейін парламентке барып алғаннан кейін, жеңіске жеткеннен кейін, алда сайлау болады ғой тағы, сонда шешеміз көп мәселелерді. Қазір біз бұған өзгеріс енгізбеуіміз керек. Билікке керегі сол. Егер бір титтей өзгеріс енгізсе, ананы тіркемей қояды, мына партияны. Руханият тіркемей қояды. Ал енді тағы бір мәселені айтқым келіп отыр. Мына біз партияның бағдарламасын жасадық. Осы бағдарламаны сіздер мұқият оқып шығыңыздар. Бұл бұрын соңды болмаған бағдарлама. Бұрын соңды болмаған. Онда үлкен елдік ұлттық мүдделер бар. Тіптен мынау әлеуметтік жағына келетін болсақ та, басқа елдік мүдделердің тұрғысына келетін болсақ та, ойланатын мәселелер бағдарламада жеткілікті. Мысалы, мына біз әлемдегі үлкен мұнайлы мемлекеттің біріміз. Сондай мемлекет бола тұра, мұнайдың өзі қанша мәрет қымбаттап кетті. Бензиннің өзі, машина тұратын майдың өзі қанша қымбаттап кетті. Ал енді сөйте тұра, біздің енді қараңыздар, сондай қаржы құйылып жатыр тұстан. Бірақ жағдайымыз оңалатын тұр жоқ.
Ал енді осы біз сияқты мұнай, Арабтың бір мұнайлы мемлекетін алайықшы. Ол жерде оқуды тегін жасаған. Барлық жоғарғы оқу орындары тегін. Ал медицина бастырдай тегін. Бұрын Кеңестер одағының өзінде медицина тегін болған. Ал бізде қазір қаншама адамдар емделуге мүмкіндігі жоқ. Өліп жатыр. Ал жаңа туған балаға оларда $7,000 береді екен. Жаңа туған балаға. Ал енді 2 жас үйленетін болса, 2 жас тағдыр қосатын болса, оған $64,000 береді. Егер бизнесмен біреу бизнес ашатын болса, бизнеске кірісетін болса, оған бастамасында $20,000 береді. Бұл не деген керемет? Ал енді соның ұшқыны бар ма бізде? Ұшқыны бар ма? Жоқ. Мұнайды мемлекетіміз ғой. Ал бүкіл байлық бір 30-40 адамның қалтасына құйылып жатыр. Бүкіл байлық. Міне біз осыны енгіздік. Сөндіргей, рухани саланы алып қараңыз. Рухани саланы алып қараңыз. Руханияттың тіпті керек жоқ. Тіпті керек жоқ. Тек қана қарын мүддесі. Қалай ұрлау керек, қалай өзінің жағдайын жасауы керек. Міне осының төңірегінде ғана ойлану керек. Ойлануға тура келеді. Ал қалғанның барлығы керек жоқ. Адамды адам ететін рухани байлық. Рухани байлық шегілсе, адам болмай қалады. Мәселен, қазір қаптаған билік басында отырған адамдарды алайық, немесе мынау кәсіпкерлерді алайық. Оларға да адамгершілік керек қой. Олар да бір-бірін сатпау керек қой. Ал енді мынау қазір осылай кете беретін болса, біз адам ретіндегі бейнемізді жоғалтамыз. Сондықтан бұл салаларда да үлкен мәселелер бар. Ал енді қараңыздар. Мына бұрын Кеңестер одағы кезінде мынау кітап таратылу жағдайына келетін болса. Кеңестер одағының кезінде 2 үлкен жүйе болатын. Кітап тарататын. Соның барлығын құтқан. Мына барлық кітап дүкендеріне барыңыздар. Алматының, Шымкенттің, Қызылорданың кез келген кітап дүкендеріне барыңыз. Бар жаңағы кітап дүкендеріндегі өнімдердің 90%, 95%, кейде 100% түгел Ресей басқаларының өнімдері. Қазақтың кітаптары, қазақтың рухани байлығы ешкімге керек емес. Бұл не деген жағдай? Сонда біз Қазақстанда тұрамыз ба, жоқ әлде Ресейде тұрамыз ба? Міне осындай проблемалар алдымыздан шығып жатыр. Сондықтан біз бірлесіп осы мүдделерді алға шығарамыз. Ал енді ұзын сөздің қысқасы, мына көп қордаланған проблемалар бар. Соны бірлесіп шешейік. Мынау маған үндемей жүру өте тиімді. Мен 2 рет инфаркт алған адам. Барлықтарыңыз білесіздер. Ал бірақ басқалар сияқты үндемей жата берсек жағдайымыз не болады? Ұлттық айтеміз. Сондықтан қазіргі шегініске түскен ұлтымыздың рухани проблемаларына жаны ашымайтын адамның бәрін мен азамат емес деп есептеймін. Қазақ емес деп есептеймін. Сондықтан қазір барлығымыз бірлесіп қимылдайтын мәселелер жетерлік. Сондықтан мына бүгінгі жиында солардың басты мәселесін алға шығарайық, бірлесіп қимылдайық. Сондықтан менің мақсатым қазақтың мықты жігіттерін алға шығару. Менде басқа мүдде жоқ. Сондықтан жұлдыздарыңыз
нұр пен парасат биігінде жарқырасын. Құрылтай басына мемлекетте жүргізіліп, сондықтан да ескі аударманы пайдаланыңыздар. Екі партияның қосылуына байланысты ұсыныс жасау үшін сөз Руханият партиясының төрағасы Серікжан Мәмбетәлі мырзаға береді. Екі партияның қосылуына байланысты туындайтын заңды кедергілер туралы жаңа мұқтарымыз айтып өтті. Соған орай біз Руханият партиясының жарғысына өзгеріс енгізілгенді жөн көрдік. Бірақ мен өздеріңіздің сүйікті ақындарыңыз Мұхтар Шахановты Руханият партиясының қоғамдық көшбасшысы және рухани лидер етіп ұсынамын. Сіздерге Мұхтар Шахановты таныстырып жатудың өзі артық. Дегенмен, мен Мұхтар Шаханов өмірінің 5 сәтін ғана оқшау алып қарағанды жөн көріп отырмын. Олар бірінші, мүшкіл халге түсіп, экологиялық апат аймағына айналған арал қасіретіне бүкіл әлемнің назарын аудартуы. Екінші, Колбинмен жағаласып жүріп, 1926 жылдан бастап тойлауға тыйым салынған Наурыз мерекесін 68 жылдан кейін қайта алып келуі. Үшінші, кезінде айтуға, жазуға тыйым салынған 1986 жылғы желтоқсан қасіретін Кремльдің Сезер сарайында көтеріп қана қоймай, арнайы комиссия құрғызып, әділетті шешім шығартуы. Төртінші, 1989 жылы 22 қыркүйекте екі тіл бірдей мемлекет тіл атанып кеткен кезде дара мінез көрсетіп, қазақ тілінің жеке мемлекеттің мәртебесін иемденуіне себеп болуы. Бесінші, Қазақстан Халық Ассамблеясы ұсынған ел бірлігі доктринасы арқылы бастауын американдық ұлттан алатын қазақстандық ұлт салтанат құрып келе жаздағанда ашық жарнамашы болып, оған республикамыз 4 мыңнан астам адамы, ішінде әдебиет, өнер, ғылым қайраткерлері де үн қосып, бірге атты жайлаулы тілек білдіруі, сөйтіп ел бірлігі доктринасынан Қазақстан ұлт идеясының түбегейлі алынып тасталып, доктринаға Қазақстанның әрбір азаматы мемлекет тілді білуге міндетті деген сөйлем ендірілуі. Осы жайттарды сіздердің қабілеттеріңізге сала отырып, Мұхтар Шахановты Руханият партиясының қоғамдық көшбасшысы және рухани лидер етіп сайлау үшін дауыс берулеріңізді сұраймын. Қарсы? Қалыс қалған? Бірауыздан қабылданды. Руханият партиясының кезектен тыс шақырылған 8-ші құрылтайы қаулы берді. Белгілі ақын, қоғам қайраткері Мұхтар Шаханов Руханият партиясының қоғамдық көшбасшысы және рухани лидер деп танылсын. Руханият партиясының қоғамдық көшбасшысы және рухани лидері Мұхтар Шаханов ағамызды төрге шақырамыз. Құрметті делегаттар, Руханият партиясының кезектен 8-ші құрылтайының күн тәртібін бекітіп алайық.